Бұл қатын кішкене томпақтау екен, бірақ та ештеңе етпейді. Тез-тез пайдаланып, аларымды алып кетсем болды ғой. Жан, қалайсың? Жақсы. Қалай жағдайың? Жақсың ба, денсаулықтарың қалай? Өзің қалайсың? Надық саған жан. Тоска гүлдер өзің сияқты. Жағдайың қалай? Жақсың ба? Өткенде тендерлер не болды жан? Ой, шешіп саттық қой, тендердің барлығын. Өзің істедің, бітірдің ба ол жұмыстардың барлығын? Бітті, бәрі. Давай, меншік, тамақ ішейік. Әлсан? Брат? Саламатсыз ба, қалайсыз? Давайте былай жасашы, брат. Ең қымбат тамақтардың барлығын әкелші. Жарайды ма? Болды, брат, рахмет. Өзің не істемейсің? Жағдайлар қалай? Жақсы, рахмет. Барлығы жақсы ма? Өткенде қатындарың не істеді? Ой, тынышталды ғой жан, барлығы тынышталды, олар да тынышталды. Тыныштық бермей қойды ғой, жан, көрмейді, күтеді. Бір минут күтеді. Қазір жан маған звондап отыр, жарай ма? Мен тез сөйлесіп алайын. Иә, жан сөйлесті. Неге сондай бересің қайта-қайта? Саған адам ұсап түсіндіріп айтқан жоқпын ба мен? Кездесуге кеттім, түнде барам. Көтімді қыс үйде отырсам бала-шағаға қарап болды ғой. Неге мен мазамдап бересің қайта-қайта? Звондама алшы, звондама. Жан, уайымдама, шештім, звондадық. Бүгінен бармай-ақ қой семьянға жан. Ой, бармайым жан, уайымдама. Болды, сол бір реттегі жерге барамыз ғой бүгін да. Құдай қаласа тамағымызды ішіп алайық, өткендегі жерге барамыз. Кеш жанды құшақтайық.